Алатау бөктеріндегі мына тамаша табиғат көрінісі оңтүстік Астананың ақ мамыққа оранған сәті. Әсіресе ел мақтанышы Медеу мұз айдынның маңайына көтерілгенде ақша қарға оранған қалың шыршалар мен көйлегін желбегей жамылған қарт кейпіндегі мұнарлы тау белестеріндегі тылсым табиғат сыйын көресіз. Біз тілге тиек еткен ішкі жан дүниенің құбылысы ақын адамға тән қасиеттер десек, Алматының әсем көрінісін көкірегіне жиып келе жатқан ақын Исраил Сапарбай. Ол 2003 жылдан олжалы Қазақстандық меценаттар клубы дайындаған тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері атанды. Әдетте біз ақын адамдар алдымен халқына жақын деп жатамыз. Дегенмен де біз осы жолы адами болмыстың тұтастығын әңгімелеген ақынның аузынан табиғаттың құдіреті неге тірі жанды табындырады деген толғамды терең ойды байқадық. Табиғатпенен, жаратылыспенен бір оңаша сырласу, мұңдасу, өзіңмен өзің болу да керек қой. Ол тек қана мына ақын үшін емес, ол жалпы адам баласына керек не, өзіңді өзің бір кейде қаладан алып қашып, уфудан алып қашып, өзіңмен өзің болу деген. Жоқ, оған енді оған мүмкіндігі болса кәнекей. Әр мезгілдің өзің бір көркі бар, әсемдігі бар. Мен өзім бір оғым пайым бар да, мысалы, өзіңнің ұлтының дінін, тілін білсең, сен сол ұлттың перзентісің. Ал енді жаратылыстың тілін білу, табиғаттың тілін білсең, сол жаратылыс пен табиғаттың перзентісің. Екеуін салыстырып көріңізші, мысалы, ұлттың тілі болудан гөрі жаратылыстың тілі болуы әлдеқайда кең масштабта. Өйткені жаратылыс деген Алланың жаратылысы ғой. Бар көрікті, тылсымда, жұмақта сонда. Шыңылтыр аяз жоқ, бірақ дегенмен де ызғар бар ғой. Ал енді жалпы сіз табиғатқа жиі шығу керек дейсіз, кішкене жаратылыспен сырласу керек дейсіз. Әлбетте оның бәріне қосыламыз. Бірақ дәп қазір сіздің ойыңызға сан түрлі ойлар келді ғой. Құпия болмаса, көңілсіз ойлар ма, көңілді ойлар ма, дүдамал ойлар ма, жалпы жаныңызды ақын ретінде тебіреткен қандай нәрсе? Құпия болмаса, бұл жаңа жылдық тарту таралғы болады. Мен өзім ойлаймын, адам болған соң, адамның мына санасы ояу болған соң, жүрегің ояу болған соң, жанарың жанып тұрғаннан кейін ылғи да ойда жүресің. Ойда жүргенде сен басың төмен тұқыртып ойда емес, мына айнала дүниеге қарайсың. Табиғаттың, жаратылысың тура кәдімгі төріне келіп тұрғаннан кейін, сондай кезде мынау қаладағы ой басқа, мынау даладағы жүздегі ой басқа. Өйткені бұндағы ой мүмкінше кең, көкжиек кең. Өйткені сіздің көз аяңызға, көңіл әлеміңізге мына дүниенің өзі сиып кеткелі тұр да. Сондықтан да көбінесе мынау қаладағы шаршаудан, еңсеңді басатын бір тұстардан, ұшудан өзің тазаланып, өзің бір табиғатпен өзің бір оңаша болу. Өйткені табиғатпен оңаша болу, жаратылыспен бірге болу деген сөз, бұл мынау өзің айтқандай, мынау өзің әсерлену. Жалпы жылдың барлық мезгілі адам үшін өз ерекшелігімен құнды. Бірақ ақындарға соның ішінде біздің кейіпкеріміз Исраил Сапарбай үшін көктем мен күздің орны бөлек. Өйткені дәл сол мезгілдерде адамның жан дүниесі өзгеріске толы болады. Ал ақын шабытының шарықтайтын сәті де сол тебіреністен туады емес пе? Сондықтан қуаныш пен қайғыны көкірек пернесімен жеткізетін ақын жадында не себепті қыс мезгілінің көрінісі аздау дегенде мұңлы суретті көз алдыңа келтіретін мынандай әңгіме айтылды. Алғашқы бір қар жауған кезде бір өлеңнің бір алғаш шумағы келіп еді. Өйткені мынау ауылда анам жатыр менің. Аққардың астында анам морада жатыр, анам жатыр, туған ағам жатыр. Сол есіме түсіп көзіме жас алдым шынымен де. Ана қар жауып тұрған кезде сол анам кезінде, мен бала кезінде бір көрініс бар. Мынау сыпыраны жайып тастап, үйдің есіне жағы, үйдің ортасына, қараш үйдің ортасына сыпыраны жайып тастап, ұн илеп отыратын тұғым. Сол ұн илеген соң қамыр жайып тұрып, анамыз жағы нан пісіретін тандырға. Сол тандырға нан пісіріп, өзі күбіден піскен сарымайға улап аралап бергенде, одан тәтті тағам болмайтын тұғым. Оны май палау дейді, нан палау дейді. Сонда бір шумақ есіме келді, қар жауып тұрған кезде. Алысам деп, алысқанды жығам деп, ұстасқанды, Алматыда бір күнде қыс басталды. Аспан жайып сыпыра, елгезермен ұн өлеген апама ұқсастанды. Бір образбен жазылған дүние. Шынымен де қар жауып тұрған кезде бір аспанның сыпырасынан бір үн өлеп тұрған апам есім көз алдыма келді. Ал қыстың тамаша көрінісін теңеуді тек классиканың жыр маржандарында ерекше көрінеді деген ақын Есенин шығармаларындағы мынандай жырды жатқа оқыды. Ана өзінің бір қасындағы көк көзді, ақша жүзді қызға айтып атын өзінің мұңын шағатты. Голубая кофта, синие глаза, у моей любимой милые глаза. Милая спросила,
Не крутит ли ветер постель в постель? Я ответил, милой, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Затопи ты печку, постели постель, у меня на сердце без тебя метель. Қысқа ғана шумақта бүкіл табиғаттың және өзінің ішкі күйін боран әлемге келтіріп отыр. Ұлылық деген осы, ақындық деген осы. Бір қысқа ғана бір екі шумақпен бүкіл әлемнің болмысын бересіз қоясыз. Ал қой жылында қоржын толтырған ақынның «Махаббат пен ғадауат» атты жаңа кітабы Атамұра баспасынан жарық көрді. Таралымы 1000 дана тұратын бұл құнды еңбек жыр сүйер қауымға жаңа жылдық сыйлық боларына шүбәміз жоқ. Сондықтан тамылжыған табиғатқа тамсанып, жаратылысқа бас иген ақыннан көрермендер көзайым болар жырдан сыбаға беруін сұрадық. Ұшқыр еді ғұмыр, қанатың қандай, жанның бәрі бүгін жаңа туғандай. Жанарыңда лағыл шам жанатындай, жақсылыққа жаның жалғанатындай. Есік ашып әр үй мұндалайтындай, ақ бесікті сәби іңгалайтындай. Ақ көрпесін көгім ашып түнімен, балтатқандай көңіл ғашық тілінен. Жарасқандай күлкім жамағатпенен, осы екен қой шіркін қанағат деген. Көгерсін деп елім көп тілеуші едім, жыл басына қолым жетті ме менің. Сілкін көңіл сілкін қайғыңды ғашыр, бұзылмасын шырқың айбынды ғасыр.